Сәлем достар. Біздер үйсіндер тарихына да келіп жеттік. Үйсіндер біздің заманымыздан бұрынғы бірінші ғасырларда осы Жетісу мен Іле алқабына келіп қоныстанған тайпалық бірлестік. Жетісуда біздің заманымыздан бұрынғы 8 және 3 ғасырларда Тиграхауда сақтары өмір сүрген болатын. Ал біздің заманымыздың 1-2 ғасырынан бастап осы жерге ірі тайпалық бірлестік үйсіндер келіп қоныстана бастады. Достар, үйсіндер тарихын жақсылап талдаймыз, сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Жетісу өңіріндегі үйсін мәдениетінің хронологиялық шеңбері. Үйсін тайпалары Жетісуға орталық Азиядан келді. Біздің заманымыздан бұрынғы 160 жылы үйсіндер Тиграхауда сақтарының мекендеген жерін мекендеді. Жетісу өңіріндегі үйсін мәдениетінің хронологиялық шеңбері біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасыр мен біздің заманымыздың 4 ғасырларының аралығын қамтиды. Үйсін тайпаларының мекендеген жері. Үйсін тайпалары негізінен оңтүстік Қазақстанды, Жетісу, Іле алқабын мекендеді. Дәлірек айтсақ, Шу мен Талас өзендері, Қаратау, Тянь-Шань тауы, Балқаш көлі менен Ыстық көлге дейінгі территорияны алып жатты. Үйсін мәдениет деп аталатын ескерткіштердің негізінен шоғырланған өңірі. Үйсін тайпалары Жетісуда және Іле алқабында өмір сүргендіктен, әрине олардың мәдениеті Жетісудан табылды. Жауабы Жетісу. Үйсін атауының Қытай жазбаларында кездесе бастауы. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдан бастап үйсін атауы Қытай жазбаларында кездеседі. Әсіресе елші Чжан Сянның дерегінде Үйсін деген сөз көшпелі мемлекет деген мағынаны білдіреді. Біздің заманымыздан бұрынғы 115 жылы император Удидің жарлығыменен үйсін мемлекетіне келген Чжан Сян үйсін мемлекеті туралы көптеген деректер жазып қалдырды. Үйсіндер туралы ат жақты аққұбаша сары шашты деп жазған бұл Қытай жазбаларында кездеседі. Үйсіндер жалпы Жетісуға орталық Қазақстаннан келген ірі тайпалық бірлестіктер деп айтылады. Үйсіндер астанасы ретінде аталатын қала. Үйсіндердің астанасы Чигучин қаласы, Қызылаңғар қаласы деп те аталынады. Ол Ыстық көл менен Іле өзенінің орталығында орналасқан. Үйсіндердің шығу тегі туралы мәлімет қалдырған тарихшы. Бұл жерде Геродот пен Страбон грек тарихшылары, олар сақтар туралы жазып қалдырды. Помпей Трок, бұл Рим тарихшысы, Кир менен Томиристің соғысы туралы жазып қалдырды. Ал үйсіндер туралы жазған Қытай тарихшысы Сыма Сян, ол өзінің тарихи жазбалар атты кітабында үйсіндер туралы бірқатар мәліметтер қалдырды. Үйсіндер саяси және сауда қарым-қатынас жасаған елі Қытай мемлекеті. Үйсіндердің солтүстік батыстағы көршісі бұл қаңлылар. Қаңлы мемлекеті де ірі тайпалық бірлестік, бұл Сырдария өзенінің орта ағысын алып жатты. Жазба деректердегі үйсін халқының саны. Қытай тарихшы Чжан Сянның дерегі бойынша үйсіндерде 630 000 халық болған. Тұрақты әскері 30 000-ға дейін жеткен, ал соғыс жағдайында 188 000 әскерге дейін жасақтай алатын болған. Үйсіндер басшысының атауы. Қытай жазба деректерінде үйсіндердің басшысы Гунмо деп аталынған. Гунмо ол үйсіндердің жоғарғы билеушісі. Ал қазақ тарихында Гунмоны күнбей деп, кейде күнбегі деп те атап жүр. Шаню деген бұл жерде ғұндардың билеушісі, патша сақ тайпаларының билеушісі. Ал Гурхан деген қара қытайлардың билеушісі. Үйсін гуммасына бағынған тайпа көсемдерінің атауы. Үйсін гуммасына бағынған тайпа көсемдерінің атауы бектер деп аталынды. Үйсін қоғамындағы қатардағы адамдардың мөрлері. Үйсін қоғамында әскер басшылардың, сондай-ақ ақсүйектердің, байлардың өздерінің алтыннан, мыстан жасалынған мөрлері болған. Ал үйсін қоғамында қатардағы адамдардың мөрлері саздан және тастан жасалынған. Үйсін қоғамында дәулетті адамдардың киімі көбінесе тігілді. Үйсін мемлекеті шығысында жатқан Қытай менен саяси, экономикалық және сауда байланыстарын жүргізді. Үйсін қоғамында дәулетті адамдардың көбі Қытайдың жібек матасынан киімдерін тікті.
Үйсіндерде мүлік теңсіздігі болғандығын дәлелдейтін бұл жерлеу орындары. Үйсін мемлекетінде әлеуметтік жағдайына байланысты адамдарды жерлегенде үлкен қорғандар тұрғызатын болған. Мысалы, үлкен қорғанның диаметрі 80 метр, биіктігі 15 метрге дейін жеткен. Жазба деректердегі үйсін гуммосының Қытай ханшайымына үйлену уақыты. Үйсіндер Қытаймен дипломатиялық және неке арқылы туыстық қатынастарда да болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 115 жылы үйсіндер еліне Чжан Сян басқарған елшілік те келді. Осы елшіліктің нәтижесінде үйсіндер Қытаймен одақтасты. Біздің заманымыздан бұрынғы 107 жылы үйсін гуммосы Қытай ханшайымына үйленді. Ал Қытай ханшайымының зарлы өлеңінен үйсіндердің дөңгелек үйде тұратын, ет жеп, сүт қана ішетіндігін көруге болады. Үйсіндерде егіншіліктің болғандығын дәлелдейтін дерек кездескен қоныс. Бұл Ақтас қыстауы. Ақтас қыстауы маңынан аумағы 60 шаршы метрден 150 шаршы метрге дейін өңделген егіс танабының орны анықталған. Бұл жерден тас кетпен, қола орақтар, тастан жасалынған дәніккіштер табылған. Үйсіндердің тұрақты үйлері орналасқан жер бұл тау бөктерлері. Үйсіндердің сұйық тағамға арналған негізгі ыдыстары былғарыдан жасалынды. Былғарыны мал терілерін өңдеу арқылы алатын болды. Үйсіндерде жақсы дамыған кәсіп бұл тері өңдеу. Мал терілерін өңдеп, одан киім кешек, ыдыс аяқ, сондай-ақ ат әбзелдері жасалынды. Үйсіндерде саз балшықтан ыдыс жасаумен айналысқан әйел адамдар. Олар көзе құмыра, сондай-ақ ыдыс аяқтар жасаған. Үйсіндердің зергерлік бұйымдары табылған қорым Ақтас қыстауы. Ақтас қыстауынан үйсін қоғамында зергерлік бұйымдарға түрлі асыл тастардан көз салу өнері өркендеген. Үйсіндерде жерленген адамның басы қаратылған тұс. Үйсіндер мәйітті шалқасынан жатқызып, екі қолын екі жағына қойып, басын батысқа қарап жерлейтін болған. Ертедегі үйсіндердің құрбандықтары арналды. Ертедегі үйсіндер жаратушы күшке табынған және ол үшін құрбандықтар шалып отырған. Үйсіндердің қыш заттары мен ыдыстарындағы салынған сурет. Олар көбіне күн суретін салды. Достар, мен сіздерге үйсіндер туралы көптеген мәліметтер айттым. Кесті талдау жүргіздік. Сіздер менің контентімді қолдап, видеома лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Және мына видеоның артында шығып тұрған видеоларды да көрулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.